үйленейін деп жатқан жігіт, күйеуге шығайын деп жатқан қыз истихара намазын оқысын. Истихара намазын оқысын. Өйткені, біліп ал, ана паркте кездескен жігіт негізі, ол ішінде басқа. Ана паркте кездескен қыз, мына краска бүкіл өтірікті жауып тұр. Негізі ол басқа адам. Ол маска киіп келген. Оны сен білмейсің кім екенін. Оны мен білмеймін кім екенін. Оның кім екенін кім біледі? Алла біледі ғой. Истихара деген именно осы намаз. Екі адам кездесіп тұр. Бір-бірін кім екенін білмейді. Сол кезде қыз да оқысын истихара, бала да оқысын истихара. Я Алла, истихара деген бір іс істейтін кезде ол қайырлы ма, қайырсыз ба, соны білу үшін оқылатын намаз. Я Алла, мына Д'Артаньян кеп тұр маған, не істейін? Мына Төлеген кеп тұр маған, барайын ба, жоқ Бекежанға бара салайын ба? Деген сияқты. Я Алла, бұның кім екенін сен білесің ғой. Раббым, маған екі дүнием үшін, мынау дүние үшін ғана емес, тек машине емес, екі дүнием үшін қайырлы болса, маған жақындат, мені оған жақындат, және оңайластыр. Ал егер қайырсыз болсақ, көркем түрде алыстат, ұрыссыз, керіссіз, бәлесіз, және екемізге де бірін-бірімізге қайырлысын нәсіп ет деп сұралады.